Сәлеметсіңдер ме оқушылар, дүниетану сабағына қош келдіңдер. Бүгінгі біздің сабағымыздың тақырыбы менің өлкемнің ауыл шаруашылығы. Оқу бағдарламасына сәйкес оқу мақсаттары. Жақсы, балалар, бүгінгі сабағымызды сабақтың жағдайын сипаттайтын 3 сөзбен бастайық. Мысалы, қуаныш, шабыт, рахаттану және тағы да басқа. Жақсы, жарайсыңдар балалар, осындай жақсы көңіл күймен сабағымызды әрі қарай жалғастырамыз. Оқушылар, өткен сабақта біз қандай тақырыппен таныс болдық? Жақсы, енді оқушылар, біз өткен сабақты сұрақ-жауап әдісі арқылы тексеретін боламыз. Үй тапсырмасына жағдайларды талқылау берілген болатын. Ол тапсырманы барлығымыз орындап келдік деген сенімдемін. Ал қазір өткен тақырыпты қайталау үшін мен сендерге сұрақтар қоямын. Барлығымыз мұқият тыңдап, ойланып жауап береміз. Қауіпсіздік ережесі дегеніміз не? Жолаушының сақтайтын ережелері қандай? Жаяу жүретін адамның жолда сақтайтын ережелерін айт. Жанды және жансыз табиғатқа мысал келтір. Өрт қауіпсіздік ережелерін ата. Өрт төнген кезде не істеу керек? Жарайсыңдар оқушылар. Өткен тақырып жақсы жауап берілді. Енді жасанды ортадағы менің қауіпсіздігім тақырыбы жайлы сұрақтарға жауап берген оқушы 1 балға ие болды. Оқушылар, сабағымыздың жаңа тақырыбын білу үшін алдымен мына жұмбақтарға жауап берейікші. Ұзын мұртты сарылар, қойнында дәні бар, дұрыс бидай, ұстарамен алынбас, үйісіп тұрған, қалың шаш. Бұл жұмбақтың жауабын кім айтады екен? Жарайсыңдар оқушылар, бұл жұмбағымыздың жауабы егін. Қар астында қыстағаны, жасыл бөрік тыстағаны. Дұрыс, күздің егіні. Жасынан тәрбиелеп бала бақтым, өсіріп ол баланы жұртқа жақтым. Күніне 2-3 рет көрмей тұрсам, болмайды бұл дүниеде менің нақтым. Қане, бұл жұмбақтың жауабы қандай екен? Жарайсыңдар, егін, ішкен тамақ. Мысық мұртты, өрмек басты. Кім жауабын айтады? Тамаша, жұмбағымыздың жауабы бидай. Аласа ғана бойы бар, қойнына тыққан наны бар. Дұрыс, бидай. Қол басындай ағашта сансыз адам байлаулы. Санасаң саны бар, аяғында жаны бар. Я, дұрыс айтасыңдар, жүгері. Балалар, біздің жұмбағымыз қандай тақырыпқа сай болып тұр? Я, балалар, біздің бүгінгі сабағымыздың тақырыбы ауыл шаруашылығына байланысты. Яғни, менің өлкемнің ауыл шаруашылығы тақырыбын өтетін боламыз. Оқушылар, осы ауыл шаруашылыққа байланысты біз мындай жаңа сөздермен танысатын боламыз. Агроном, кәсіпкер. Агроном дегеніміз бау-бақша, егін шаруашылығымен айналысатын мамандық. Кәсіпкер жаңа мүмкіндіктерді іздеу, жаңа технологияны пайдалану, капиталды жұмсаудың салаларын іздеу. Оқушылар, енді оқулығымызға назарымызды аударамыз. Біздің оқулығымызда мындай сұрақтар берілген. Адам не себепті тамақсыз өмір сүре алмайды? Себебін түсіндір. Жақсы. Біздің дастарханымызға нан және басқа да тағамдар қайдан келеді? Оны қайдан алуға болады? Жарайсыңдар балалар. Ауыл шаруашылық жайлы білу үшін оқулықтың 90-шы бетіндегі мәліметті оқиық. Жарайсыңдар балалар, өте жақсы. Ал енді балалар, парталасымен бірге мына сұрақтарды талқыла. Фермер қандай шаруашылықпен айналысады? Фермер болу үшін оның бойында қандай қабілеттер болуы мүмкін? Шаруашылықты жүргізу үшін фермер қандай техникаларды пайдаланады? Мысалы, сен көкөніс өсіретін фермерсің. Картоп,
қант қызылшасы. Сәбізден мол өнім алсаң, оны сақтау үшін не істейсің? Қанекей, бұл сұрақтарды партабасымен бірге талқыла. Іске сәт. Жарайсыңдар оқушылар, өте жақсы. Адам не себепті тамақсыз өмір сүре алмайтынын түсіндірген оқушылар 1 ұпайға, мәтінге қатысты сұрақтарға жауап берген оқушы 2 ұпайға ие болды. Енді балалар, мына сызбаға назарымызды аударайық. Бұл сызбада біз не көріп тұрмыз? Әр саланың мамандары немен айналысатынын бұл суреттен көре аламыз. Және ауыл шаруашылығы 2-ге бөлінеді екен. Өсімдік шаруашылығы және мал шаруашылығы. Оқушылар, ал енді сендер осы сызбаға сай тапсырма орындайтын боласыңдар. Ауыл шаруашылығы қандай салаларға бөлінетінін айт. Әр саланың мамандары немен айналысатынын анықта. Тамаша оқушылар, дұрыс айтасыңдар. Ауыл шаруашылығы бізге 2-ге бөлінеді. Және осыған сай тапсырмаға кім сұрақтарға жауап берді? 1 балға ие болды. Оқушылар, енді біз топтық жұмысқа көшетін боламыз. Өздерін тұратын аймақтың табиғи жағдайы қандай шаруашылықпен айналысуға қолайлы? Оны білу үшін мына мәселелерді анықтаңдар. 1-ші топ мұқият тыңдаймыз. Жер жағдайының ерекшелігінің мәселесін анықтайсыңдар. 2-ші топ ауа райының қолайлығы. 3-ші топ су көздерінің алыс жақындығын анықтайсыңдар. Ал іске сәт оқушылар. Жарайсыңдар балалар, тапсырманы өте жақсы орындап шықтыңдар. Енді ойларыңды қорытындылаңдар. Жақсы. Сен тұратын жерде ауыл шаруашылығының қай саласы жақсы дамыған екен? Неліктен? Ауыл шаруашылығында мол өнім алуға климат жағдайы әсер ете ала ма? Жақсы, өте жақсы. Өздері тұратын аймақтан табиғи жағдайы қандай шаруашылықпен айналысуға қолайлы екенін анықтаған оқушылар 2 ұпайға, ойларын қорытындылаған оқушылар 2 ұпайға ие болды. Жарайсыңдар. Енді келесі тапсырмамыз постер құрастыр. 1-ші топ өлкелерінде қандай мәдени дақылдар өсірілетінін постер құрастырады. 2-ші топ 4 түліктің қандай түрлері бар? 3-ші топ өсім шаруашылықтың бір саласына сипаттама береді. Ал іске сәт. Жарайсыңдар балалар. Осы тапсырманы орындаған оқушылар 1 ұпайға ие болды. Енді оқушылар, сабағымыз осымен аяқталды. Сұрақ-жауап әдісі арқылы қорытындылайық. Сабақта қандай тапсырманы орындаған қызықты болды сендерге? Қандай тапсырма түсініксіз болды? Жақсы. Қандай тапсырма күрделі болды? Ал бүгінгі сабақта не түсіндіңдер? Оқушылар, бүгінгі сабақта 10 ұпай иеленген бала бар ма? Жарайсыңдар, бүгінгі сабақты барлықтарын өте жақсы түсінген екенсіңдер. Енді үйге тапсырманы жазып алайық. Үйге 1-ші мал шаруашылығына қатысты ақпаратты дерек көздерден іздеп ақпарат алып келу. 2-ші шаруашылыққа қатысты мақал-мәтел ізденіп келу. Жарайсыңдар. Енді сабағымызды 3 шара арқылы аяқтаймыз. Егер де сендерге сабақ түсінікті болса, оқушылар жасыл шарды көрсетесіңдер. Егер түсініксіз кезеңдер болса, сары шарды. Ештеңені түсінбесеңдер, қызыл шарды таңдап, есімдеріңді жазыңдар. Жарайсыңдар, бүгінгі сабақ мен үшін өте қызықты болды. Сендер де сабаққа өте белсене қатыстыңдар. Осымен біздің сабағымыз аяқталды. Сау болыңдар оқушылар.